Ахмет Байтұрсынұлы егіннің бастары. Bir delikterde onu 1977, bir delikterde 73 деп көрсеткен. Мәселен, сіздердің кітаптарыңызда Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы дүниеге келді деп аталып. Ақын, әдебиет зерттеушісі, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлының бастары сынды аудармаларында өнегелі тұжырымдарды берген. Әр шығармасын оқыған сайын, демек мынауымыз дұрыс екен, демек мынауымыз дұрыс емес екен деген ой түйетін боласыңдар. Енді 12-13 жылдар жаңа емле әліпбиін елге ұсынды. Ал 1913-1918 жылдарда қазақ газетін жарыққа шығарды. 1926 жылы әдебиет. Балалар, Ахмет Байтұрсынов кім екен сонымен? Ахмет Байтұрсынұлы көркем аудармашы, мысалшы, ғалым, ақын. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, педагог, аудармашы. Егіннің бастары мысалында әкесі мен баласы қайда келді? Мен баласы егін арасына келді. Ахмет Байтұрсынұлы кімнің шығармаларын аударды? Иван Крыловтың шығармаларын аударды. Иван Крыловтың мысалын қазақ тіліне аударып, өзі кітап бастырып шығарған. Баласы әкесіне қандай сұрақ қойды? Баласы сұрады: әке, неге бұл бидай көкке қарап тұр? Оның бидайлары көп пе? Әкесі қалай жауап қайтарды баласына? Соны өлең жолдарынан тауып маған оқып беріңдер. Және де әкесі айтты баласына: сұқтанба құр сорайған қарасына, Құдайым өзгесіне дәм бергенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иеліп тұр, дәм берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бөлініп тұр. Тәкаппарлық дегенді қалай түсінесіңдер? Қандай? Өзгелерден өзін биік ұстайтын, басқаларды менсінбейтін жаман мінезді адамды тәкаппар адам дейміз. Олар нені көрді әкесі мен баласы? Әкесі мен баласы бидайдың арасына келді. Олар барлық бидайды аралап жүрді. Бірақ бидай көкке қарап тұрды. Әкесі мен баласының диалогы қалай өрбіді? Шығарманың шешімі, яғни ақын осы мысалдарды келтіре отырып, қандай ой түйінге жетелейді? Бұл шығарманың шешімі көбінесе. Ал, құс, өсімдіктер, кейде адамдар да болып келеді.